Мен Жазира Құдайбергенқызы, номер 134 жалпы орта білім беретін мектептің психологымын. Осыдан бірнеше жылдар бұрын Шымкент қаласы Қазақстан Халықтар Достығы университетінің педагогика және психология мамандығының магистрі атандым. Қазіргі таңда алға қойған мақсатым қарапайым болғанымен, қоғамда ерекше маңыздылыққа ие. Өйткені қоғамда адамгершілік қасиеттер төмендеп, рухани жағынан ақсап бара жатыр. Осы мәселелердің алдын алу үшін балаға жастайынан көңіл бөлу қажет. Осы тұста психологтың алар орны ерекше. Демек, менің мақсатым әрбір балаға өмірде өз орнын табуға, мен кіммін деген сұрағына жауап алуға, ең бастысы өзінің бақытты бала екенін сезінуіне көмектесу. Осы мақсатты жүзеге асыруда балаларды шын жүрекпен жақсы көріп, олардың жан дүниесін түсіне білу қажет. Үнемі ізденіс үстінде болып, кәсіби біліктілігіңді де арттыру маңызды болмақ. Мектеп өмірі тек бала үшін емес, ата-ана үшін де қиын болып келеді. Осылайша аз ғана жұмыс тәжірибемде өз ұстанымым қалыптасты. Біріншіден, балаға ешқашан өтірік айтпау. Байқамай қалып, тіпті баланың игілігі үшін де. Екінші ұстанымым, өзімнің қолымнан келмейтін нәрсеге уәде бермеу. Өйткені жалған уәде баланың бойында өзге адамдарға деген сенімсіздік пайда болады. Үшінші ұстанымым сенім. Өз ісіңе деген сенім. Баланы өз күшіне сендіру. Төртінші ұстаным жақсы көру. Өмірлік ұраным әрбір адам өз бақытының жаршысы. Бақытты болу әр адамның өз қолында. Ал мен бақытымның бір бөлігін осы мамандығымнан таптым. Өйткені баламен өткен әр күнім мереке. Психология жас ғылымдардың бірі. Әлі де көп зерттеулерді қажет етеді. Сондықтан психолог болудағы менің миссиям отандық психологияда өзімнің өшпес ізімді қалдыру. Күнде әртүрлі мәселелерді шешуге тура келеді. Есесіне балалардың сүйіспеншілікпен айтылған «мен сізді жақсы көремін» деген сөзін естисің. Демек, мен әлемдегі ең ғажап мамандықтың иесімін. Ең ғажап.